Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Ақмарал. Бүгін сіздермен ұн қуырдақтың рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осылай етімізді бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. Сосын қазанымызға ас майын құйып, оны жақсылап қыздырамыз. Дайын болған майымызға етті салып 5 минуттай қуырып, үстінен майда етіп туралған пиязымызды салып, екеуін бірге қуырамыз. Екеуін бірге 20 минуттай қуыратын боламыз. Сосын үстіне кішкене су құйып, екеуін бірге бұқтырып қоямыз. Біздің етіміз дайын болғанға дейін қамырын жасап қоямыз. Ол үшін біз 100 грамм суға 1 жұмыртқа, тұз салып, жақсылап қамырын илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп алып, оның бетін жауып, шетке алып қоямын. Ал енді көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Мен осылай бір сәбіз алдым, 2 болгар бұрышын алып, тазалап, жуып барлығын соломка етіп турадым. Қазір етіміздің үстінен осылардың барлығын салып бірге қуыратын боламын. Міне етіміздің де суы тартылып, дайын болып қалды. Енді осы туралған көкөністерімізді салып, барлығын бірге қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салатын боламын. Міне енді барлығы жақсылап қуырылды. Енді су құйып, кішкене бетін жауып қоямын. Дайын болған қамырымызды алып, оны жаятын боламын. Міне қамырымды жайып, оны осылай бөлшектерге бөліп кесіп қойдым. Енді духовкаға листімізді салып қыздырып алатын боламыз. Қызған листке жаңағы бөлшектеп кесілген қамырларымызды 1-2 минутқа екі жағын қойып кептіріп аламыз қамырымызды. Енді барлық кепкен қамырымызды рулет сияқты орап, кішкене етіп, кеспе секілді қылып кесетін боламыз. Жаңа біз листке ешқандай май, ешнәрсе жаққан жоқпыз. Құрғақ күйінде кептіріп алдық қамырларды. Міне осылай қамырларымыз өте әдемі болып шығады. Жаңа листке кептіріп алған соң қамырлар бір-біріне жабыспайтын болады. Міне біздің етіміз де, көкөністеріміз де пісіп қалды. Егер де суы аздау болатын болса, кішкене су қоссаңыздар болады. Мен кішкене су қостым. Енді осының бетінен жаңағы тураған қамырымызды салатын боламыз. Кеспемізді салып,
бетін жауып қоятын боламыз. Еттің буымен шамамен 15 минуттайда тамағымыз дайын болып қалады. Мен арасында бір рет араластырдым, себебі үстіндегілер кішкене құрғақтау болып қалмасы үшін. Араластырып, бетін қайта 5 минуттай қайтып жауып қойдым. Міне осылай керемет тағамымыз дайын болды. Бізге қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер.